Фильм бір топты таныстырудан басталады. Тодд және оның қызы Бет, Джош және оның қызы Сара, Джо және оның қызы Керол, соңғысы Питер, Беттің кіші інісі. Олар алғашында шаңғы курортына шаңғы тебу үшін сапарға шығуды жоспарлайды. Ол жерге жету үшін олар шөлді аймақпен қоршалған жолдан өтуі керек. Тек картасы бар олар шаңғы курортына қарай жүреді. Жылдам жету үшін картада көрсетілген қысқа жолды таңдайды. Өкінішке қарай ұзақ жүргеннен кейін олар шөлдің ортасында адасып қалады. Алғашында Питер артқа бұрылып, негізгі жолға қайту керек деп ұсынады, бірақ Джош бас тартады, өйткені олар негізгі жолдан тым алыстап кеткен деп есептейді. Түн түскенде олар демалуға шешім қабылдап, таңертең сапарын жалғастырады. Түнгі қараңғыда түнді қызықты ету үшін бір-біріне әңгіме айтып, шағын кеш ұйымдастырады, алкоголь ішеді. Сол кезде Питер фургонның ішінде ойнап жүргенде, бұтадан шыққан шудан кейін сыртқа шығады. Тексеруге шыққанда Тодд кенеттен пайда болып, оны қорқытады. Содан кейін Тодд Питерді жалғыз қалмас үшін басқаларға қосылуға шақырады. Барлығы жиналған соң Джо Эверест тауында болған оқиғасын айта бастайды. Онда ол және оның командасы Йетиның бар екеніне дәлел іздеуге тағайындалған. Бірнеше күн бойы Йетиның ешқандай белгісін таппай, Джоның әріптесі Саймон ренжіп, абайсыздықпен Йети іздеуге жалғыз кетеді. Сол сәттен бастап Саймон жұмбақ жағдайда жоғалады. Құтқару тобы оны іздеуге тырысады, бірақ таба алмайды. Табылған жалғыз нәрсе қанға боялған Саймонның бір етігі. Қанды етік табылған соң, Саймонды бірдеңе шабуылдап, қатыгездікпен өлтірді деп есептеледі, бірақ ол не екені әлі күнге дейін жұмбақ күйінде қалады. Оның жоғалуының себебі әлі күнге дейін түсініксіз. Кейбіреулері бұл әңгімеге қатты мазасызданады, бірақ Джош оны жай ғана қорқыту үшін ойдан шығарылған ертегі деп елемейді. Осылайша олар кешті жалғастырып, шуды жалғастырады. Тым көп ішкеннен кейін Джош зәр шығару керек болып, алыстап кетеді. Сол кезде Керол оған жақындап, Джомен кездесіп жүргеніне қарамастан, онымен қарым-қатынас жасағысы келетінін ашық айтады. Джош Керолды қалдырып, әлі ояу тұрған Бетті көреді. Оған жақындап сөйлесе бастайды. Екеуі мас және ес-түссіз болғандықтан Джош пен Бет жыныстық қатынасқа түседі. Бұл жақындықты Керол жасырын түрде көріп қалады. Олар байқамай тұрып таң атады. Таңертең олар заттарын фургонға жинай бастайды. Джош фургонды іске қосқысы келгенде, ол іске қосылмайды. Қозғалтқышты тексеруге мәжбүр болады. Өкінішке қарай, фургонның аккумуляторы өліп қалады, көлікті іске қосу мүмкін емес. Шөлде қалып қоймау үшін телефондарын алып, біреуге хабарласуға тырысады, бірақ ешқандай телефонда сигнал жоқ екенін түсінеді. Олар жағдайды қабылдап, шөлге біреу келіп құтқаруын күтуге мәжбүр. Бақытымызға орай, алдағы бірнеше күнге жететін тамақ пен сусын әлі бар. Шөлде қалып қойғандықтан суды үнемдеу керек, әйтпесе сусыздану қаупі бар. Тодд негізгі жолға жаяу барып, өтетін жүргізушіден көмек сұрау идеясын ұсынады. Кетер алдында ұзақ қашықтықпен ыстық ауа райын ескеріп, су бөтелкесін алады. Басқаларды күн сәулесінен қорғану үшін фургонның ішінде қалуға нұсқайды, өйткені күн астында тұру сусыздануды тездетеді. Бет құрбысы Тоддың жалғыз негізгі жолға кеткеніне алаңдап, абай болуын сұрайды. Тоддқа түскенше қайту керектігін ескертеді, өйткені қараңғы түссе жолды табу қиындап, адасып қалуы мүмкін. Содан кейін Тодд негізгі жолға қарай жүріп кетеді. Тодд кеткеннен кейін көп ұзамай Джош Бетпен түнде болған оқиға туралы сөйлеседі. Екеуі де бұл ең үлкен қателік болғанын түсінеді, өйткені серіктестері білсе жағдай әлдеқайда нашарлап, қарым-қатынастары бұзылады. Бет Тоддты шынымен жақсы көретіндіктен Джоштан құпияны сақтауды өтінеді. Бет кеткеннен кейін Джошқа Керол жақындайды. Түнде Джош пен Беттің жақындығын көрген Керол Джошты қорқытады. Егер ол онымен жыныстық қатынасқа түспесе, құпияны барлығына айтып қояды деп қорқытады. Қорқытуға қарамастан Джош Керолмен қатынастан бас тартады. Нәтижесінде Керол Джоштың қызы Сараға Джоштың түнде Бетпен жыныстық қатынасқа түскенін бірден айтып қояды. Алғашында Сара Керолға сенбейді, бірақ қызығушылықтан Бетке жақындап, мәселені сұрайды. Қайта-қайта басумен Бет баяу мойындамайды, бірақ бас тартады. Бұл Сараны Бет пен Джоштың қарым-қатынасы болғанына көбірек сендіреді. Уақыт өте келе күн кешке қарай жылжиды, түн жақындайды.
Бақытымызға орай, Тодд уақытында қайтып келеді, барлығының алаңын басады. Тодд негізгі жолдан ешқандай көлік өтпегенін, телефонды бірнеше рет тексергеніне қарамастан сигнал алмағанын түсіндіреді. Олар шынымен шөлде қалып қойғанын, тамақ пен су қоры шектеулі екенін түсінеді. Мұны естіген Сара барлығын қысқа жолды таңдаған үшін ақымақтық деп айыптап ашуланады. Джо Сараны тыныштандыруға тырысып, ашу энергияны ысырап ететінін ескертеді. Түн түскенде Сара бинокль арқылы қашықтықта жарық көреді, ол өтетін көлік сияқты көрінеді. Бірақ кенет жарық жоғалады, жүргізуші түнде тоқтап, таңертең жалғастыратын шығар деп ойлайды. Ұйықтап жатқанда Сара мен Джо жабайы аңның шығаратын дыбысын естиді. Джо барлығына фургонның ішінде қалу керектігін айтады, қауіпсіздік үшін. Бірнеше сағаттан кейін Питер зәр шығару үшін тұрады. Сол кезде жабайы аң оған шабуыл жасайды. Бақытымызға орай Питер уақытында фургонға қайтып үлгереді. Бірақ шабуыл тоқтамайды, жабайы аң фургонның әртүрлі бөліктерін зақымдай береді. Джо Питерден не көргенін сұрайды, бірақ Питер қараңғы болғандықтан және не шабуылдағанын анық көрмегендіктен түсіндіре алмайды. Осыдан кейін Джо барлығына ұйықтауға тырысу керектігін, таңертең фургонның жағдайын тексеретінін айтады. Қысқаша айтқанда, таң ата олар көлікті тексере бастайды да, фургонның корпусында жабайы аңның терең тырнақ іздерін табады. Тамақ пен су қоры азайып келе жатқандықтан, Джош пен Тоддқа көрші тауларға барып, жоғарыдан үйлер немесе өркениет белгілерін іздеуді сұрайды. Джоның нұсқауы бойынша Джош пен Тодд бірден аттанады. Кетер алдында Бет Тоддты қатты құшақтап, оны қаншалықты жақсы көретінін көрсетеді. Джош пен Тодд кеткеннен кейін, Сара Бетке жақындап, түнде Джош пен жыныстық қатынасқа түскенін тура сұрайды. Сұраққа тап болған Бет мас болғандықтан болғанын мойындайды. Бет кешірім сұрағанымен Сара кешірмейді. Көп ұзамай Сара кетеді, Кэрол пайда болады, мақтанышпен. Бет барлық осы қиындықтың Кэролдан басталғанын түсінеді. Олардың арасында қызу, айқай-шу басталады, бірақ бақытымызға орай, Джо мен Питер тез арада араласып, төбелесті тоқтатады. Сол кезде Тодд пен Джош тауға қарай бара жатыр. Жолда Тодд Бетке жақында үйленгісі келетінін айтады, бұл Джошты таңғалдырады. Джош Тоддтан Бетті шынымен жақсы көретінін сұрайды. Тодд сұраққа таңғалып, Джоштың оны қолдамай, қарсы шыққандай көрінетінін сезеді. Тодд Джоштан неге келіспейтінін сұрайды, бірақ Джош жауап бермей, жолды жалғастыруды талап етеді. Тодд сұрақ қоя берген соң, Джош ақыры түнде Бетпен мас күйде жыныстық қатынасқа түскенін мойындайды. Мұны естіген Тодд ашуланып, Джошқа зорлықпен шабуыл жасайды. Төбелес ештеңені шешпейтінін түсініп, Тодд ақыры тоқтап, мәселені әзірге бір жаққа ысырып, көмек іздеу миссиясын жалғастыруға шешім қабылдайды. Жолда түнде көрген сол көлікке тап болады, бірақ көліктегі барлық жолаушылар өлі, қанға боялған. Не болғаны белгісіз, бірақ көрініс Тодд пен Джошты қорқынышқа бөлейді. Қорқыныштан екеуі жүгіріп, достарына қайтады. Бақытымызға орай, қараңғы түспей тұрып топқа жетеді. Олар көлікпен ішіндегі адамдардың қатыгездікпен өлтірілгенін, бәлкім шөлде жүрген жабайы аңның істегені шығар деп айтады. Тодд пен Джош түсіндіріп жатқанда, жабайы жаратылыс қайта пайда болып, барлығында паника тудырады. Бір сәт қауіпсіздікте болған соң, Джош батылдық танытып, оларды қудалаған жаратылысқа жақындауға тырысады. Джош сақтығын жоғалтқанда, аң кенет шабуыл жасайды. Ол фургонға қайта қашуға мәжбүр болады. Өкінішке қарай, жаратылыс фургонның ішіне де кіріп кетеді. Оларға фургоннан қашудан басқа амал қалмайды. Барлығы фургоннан шығып үлгереді, тек Кэрол қалып қояды. Аң Кэролға қатыгездікпен шабуыл жасайды. Нәтижесінде Кэрол ауыр жараланады, жағдайы өте ауыр болады. Таң ата Джо Кэролдың азап шегуіне шыдай алмай, оның азапты тоқтату үшін ауыр шешім қабылдап, оны өлтіреді. Енді оларға фургонды қайта іске қосу үшін бірге жұмыс істеу керек. Джо мен Джош бұрын көрген көлікке барып, оның аккумуляторын алып, фургонға орнатуға шешім қабылдайды. Уақытты босқа өткізбей, Джош пен Джо мүмкіндігінше жылдам жүгіреді. Осылайша Джош пен Джо көлікке жетеді. Ол қанға боялған, айналасында шіріп жатқан мәйіттер бар. Көлік қатты зақымдалған. Олар қозғалтқыш бөлігін ашып, аккумуляторды алады. Аккумуляторды қауіпсіз алып, фургонға қайта жүгіреді. Сол кезде Тодд Беттің Джошпен болғанын білгеннен кейін, онымен қарым-қатынасты үзеді. Бет қанша кешірім сұраса да, Тоддтың шешімін өзгерте алмайды.
Түн түскенде топ қатты алаңдайды, өйткені Джош пен Джо әлі қайтып келмеген. Ұзақ күткеннен кейін Джош пен Джо пайда болады, бірақ олардың артында жабайы жаратылыс қудалап келе жатқанын байқамайды. Джо егде және жылдам жүгіре алмайтындықтан, аң оны қатыгездікпен бөлшектеп өлтіреді. Бақытымызға орай, Джош уақытында фургонға жетеді. Джош көліктерді білетін жалғыз адам болғандықтан, аккумуляторды орнату үшін қайта шығуға мәжбүр. Қиын күрестің нәтижесінде Джош аккумуляторды ауыстырады. Енді тек қозғалтқышты іске қосу үшін кілт керек. Джош рюкзагынан кілтті іздегенде, оның жоқ екенін түсініп, дүрбелеңге түседі. Рюкзак жыртылғанда кілт түсіп қалған. Джош кілттің аккумулятор алған жерде, тасталған көліктің жанында түсіп қалғанын ойлайды. Басқа амал болмағандықтан, таңертең Джош кілтті іздеу үшін олар фургонда түнейді. Олар жағдайға берілуден және жаратылыстың қайта шабуыл жасамауын тілейтінен басқа амал жоқ. Бірақ көп ұзамай аң тағы шабуыл жасайды. Бұл жолы бет құрбан болып, қорқынышты өледі. Енді тек Тодд, Джош, Сара және Питер тірі қалады. Таң ата төртеуі кілтті іздеуге аттанады. Жолда Тодд беттің қайғылы өлімін көрген ауырсынудан азап шегеді. Джош та қайғырып, Тоддты жұбатуға тырысады, бетті жіберуге шақырады. Ашуға берілген Тодд Джошты бірнеше рет ұрып соғады. Бетпен болған қарым-қатынасына байланысты ашуын басқара алмай, Тодд Джошты күштеп өлтіреді. Таң ештеңені шешпегенін түсініп, Тодд, Сара және Питер сапарын жалғастырады. Ақырында олар бұрын түсіп қалған фургон кілтін табады. Кеш болып, түн жақындағандықтан, олар көліктің ішінде қалуға мәжбүр. Питер мәйіттерді көлікке салып, иісін шығарып, жабайы жаратылысты алдау идеясын ұсынады. Осылайша қайта шабуыл жасамауы мүмкін деп ойлайды. Мәйіттердің иісі жаратылысты алдап, оларға түнде тыныш демалуға мүмкіндік береді. Таң ата олар фургонға қайтады. Көлікке ымыртта жетеді. Қозғалтқышты іске қосқысы келгенде, фургон әлі жұмыс істемейді. Тодд аккумулятордың қосылуында бірдеңе дұрыс емес екенін түсініп, тексеруге шығады. Барлығын түзеткен соң, Тодд Питерден қозғалтқышты қайта іске қосуды сұрайды. Бұл жолы фургон жұмыс істейді. Жеңілдеген сәтте Тодд кенет жабайы жаратылыстың шабуылына ұшырап, бірден өледі. Тоддтың жеп қойылғанын көрген Питер ашуға беріліп, фургон мен жаратылысқа соғылады да, оны өлтіреді. Алғашында Питер мен Сара бәрі аяқталды деп ойлайды, бірақ көп ұзамай жаратылыс бір емес, екеу екенін түсінеді. Қалған жаратылыс Питер мен Сараны өлтіреді. Соңғы көріністе жұмбақ адам қырғын болған жерге келеді. Ол шөлде көп адамды өлтірген құбыжықтардың иесі екені ашылады. Ол психопат болып шығады. Адамдардың өз құбыжықтарының қолынан өлуін тамашалағанды ұнатады. Осы шөлге келген әркім Тодд пен оның достары сияқты қайғылы тағдырға тап болады деп болжанады.